Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен кәріс асханасының тойымды тағамдарының бірі пигоди дайындайтын боламыз. Қараңыздар, осындай сочный болып, әрі қамыры деген осындай орташа қалыңдықта болып шығатын болады. Бір жасағаннан ұқсайтын рецепттердің бірі. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы су құйып аламыз. Су сіздерге көрініп тұр ғой, міне қараңыздар. Енді осыған ашытқы саламыз. Сосын шекер саламыз. Осының барлығын өлшем граммдарын сіздерге описанияға жазып қалдырамын. Сұйық май бір ас қасықтай. Осыны араластырып жеріп, енді ұн қосамыз. Тұзды мен ұнға қосып жеріп, араластырып салдым. Осылай ұнды қосып, енді орташа қаттылықта жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырды жақсылап июны қандырасыздар ғой. Сол кезде пигоди әдемі болып, бір тегіс болып шығатын болады. Енді қамырды қатты баспаңыздар, жеңіл басып отырып, қамырдың июны қандырып алған соң, бетіне пакеті жауып, және де сөлге жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа ашытуға қалдырамыз. Қамырымыз ашып шыққанға дейін біз салмасын жақсылап майдалап турап алдық. Енді салмасын қалай дайындау өз қалауларыңызша. Ақпияз және де капуста, тартылған ет қосылады негізі. Мен аздап қана сәбіз және де аздап қана картоп, капуста, пияз және де тартылған етті қостым. Аздап қара бұрыш, сосын бір ас қасықты толтырмай тұз салып, жақсылап араластырып алдым. Осымен салма дайын. Енді ашыған қамырды жаю үшін біз жаятын жерді, орнымызды тақтаның үстін майлап аламыз. Сосын ыдысымыздан қамырларымызды шығарып, бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымыз әдемі болып көтеріліп шықты. Енді мен таразымен өлшеп отырған жоқпын, көз мөлшерімен бөліктерге бөліп алдым. Қаласаңыздар, бірдей болсын десеңіздер, таразбен өлшеп алсаңыздар болады. Барлығын бөліктерге бөліп алған соң, енді әдемілеп, дөңгелектеп, шариктер жасап шығамыз. Осылай енді барлығын бір шеттен алып жаятын боламыз. Қатып қалмау үшін бетін осылай пакетке жауып қойып, бір шеттен біреулеп алып, жайып, салмасын салып,
формаға келтіріп аламыз. Пигюдені білетін шығарсыздар, енді бұл қамыры мантыға қарағанда молдау және де қалыңдау болып келеді, тойымды болып келеді. Сол үшін біз салмасын молдау етіп саламыз. Өйткені қамыр қатты жұқа емес, қалыңдау. Мінекей, салмасын молдау етіп салыңыздар да, енді қалағанда етіп осылай екі жақтан ортасына біріктіріп шығасыздар. Қаласаңыздар өрген секілді етіп әдемілеп формаға келтіресіздер, болмаса жай ғана екі жағын жабыстырып шықсаңыздар да болады. Ең бастысы қамырдың қалыңдығын көріп алыңыздар. Қатты жұқа етіп жайсаңыздар, енді қамыр піспеген секілді болып, біртүрлі болып қалады. Сол үшін қатты жұқа етіп жаймаңыздар. Орташа қалыңдықта етіп осылай жайып, салмасын молдау етіп салып пісіріп аласыздар. Дәл осылай барлығын рет-ретімен біртіндеп түйіп аласыздар ғой. Міне осылай томпитіп түйіп алған соң, мантоваркаларыңызды листін майлап 45 минутта пісіріп алыңыздар. Міне дәл осылай сочный болып, әдемі болып пісіп шығады. Ең бастысы қамырды қатты жұқа емес, қатты қалың емес жайсаңыздар. Міне осындай ұқсап, бір жасағаннан ұқсап шығатын рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.